Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 2-ші сынып 12-ші сабақ. Бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу. Сен бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосуды үйренесің. Бірінші тапсырма: сандарды 10-ға дейін толықтыр. 6, 8, 5, 3, 9. 6 мен 4-тің қосындысы 10-ға тең, 8 пен 2-нің қосындысы 10-ға тең, 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең, 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең, 9 пен 1-дің қосындысы 10-ға тең. Бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтырып қосуды орында. Үлгі: 5 пен 9-дың қосындысын қосу үшін бірінші қосылғыш 5-ті толық ондыққа айналдырамыз. Ол үшін 9-ды жіктеп аламыз, 5 пен 4-тің қосындысына тең. 5 пен 5-ті қосамыз, оған 4-ті қосқанда 14-ке тең. 6 мен 9-дың қосындысы тең. 6 мен 4-тің қосындысына қосамыз, 5-ті тең 15-ке. 9 мен 8-дің қосындысы 8 жіктеп аламыз, 1 мен 7-нің қосындысы деп. 9 мен 1-дің қосындысы 10 болады, 10-ға 7 қосам 17 болады. 8 мен 8-дің қосындысы 8 жіктеп аламыз, 2 мен 6-ның қосындысы. 8 мен 2-нің қосындысы 10 болады, оған 6-ны қосам 16 болады. 7 мен 7-нің қосындысы, ол үшін екінші қосылғышты жіктеп алам. 7-ге 3-ті қосам 10 болады, оған 4-ті қосам 14 болады. Үшінші тапсырма: бос орынға тиісті сандарды қой. 9 пен 1-дің қосындысына 2-ні қосқанда 12-ке тең. 5 пен 5-тің қосындысына 4-ті қосқанда 14-ке тең. 8 пен 2-нің қосындысына 3-ті қосқанда 13-ке тең. 7 мен 3-тің қосындысына 5-ті қосқанда 15-ке тең. 9 пен 1-дің қосындысына 1-ті қосқанда 11-ге тең. 6 мен 4-тің қосындысына 7-ні қосқанда 17-ге тең. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Атасы Балжанға 7 мақалдың, ал әжесі 4 мақалдың мағынасын түсіндірді. Балжан атасы мен әжесінен барлығы неше мақал тыңдады? Шартын құрып аламыз. Атасы 7, әжесі 4 мақал. Барлығы қанша? Шешуі: 7 мен 4-тің қосындысы 11-ге тең. Жауабы: Балжан атасы мен әжесінен 11 мақал тыңдады. Қосындыларды салыстыр. 72 мен 6-ның қосындысы 78-ге тең. 67 мен 10-ның қосындысы 77-ге тең. 78 77-тен артық. Сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 3 сағаттан кейін сағаттар қай уақытты көрсетеді? Сағат 11, 4 және 8. 3 сағаттан кейін 14, 19, 23-ке тең. Жетінші тапсырма: өрнектердің мәнін тап. 58 пен 23-тің айырмасы. 58 пен 23-ті азайту үшін жіктеп аламыз. 50 мен 8-дің қосындысынан азайтамыз 23 пен 20 мен 3-тің қосындысын. Толық ондықтарды бір-бірінен азайтамыз. 50 мен 20-ны азайтамыз. Қосу 8 пен 3-ті азайтамыз. Тең 35-ке тең. 46 мен 21-дің айырмасы 25-ке тең. 28 пен 31-дің қосындысы 59-ға тең. 7 мен 4-тің қосындысына 5-ті қосқанда 16-ға тең. 9 мен 6-ның қосындысына 3-ті қосқанда 18-ге тең. 7 мен 8-дің қосындысына 1-ді қосқанда 16-ға тең. 6 мен 5-тің қосындысы 11-ге тең. 8 пен 7-нің қосындысы 15-ге тең. 9 пен 4-тің қосындысы 13-ке тең. Сегізінші тапсырма: өрнектердің мәнін өсу ретімен жаз. Жауаптардың астына сәйкес әріптерді қойып, шыққан сөздерді оқы. 9 пен 6-ның қосындысы 15, 7 мен 7-нің қосындысы 14, 9 пен 7-нің қосындысы 16, 9 пен 3-тің қосындысы 12, 8 пен 5-тің қосындысы 13, 9 пен 2-нің қосындысы 11. Сонда бұл отбасы деген сөз шықты. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.